Окуучулар, менин армандын такырыбында эссе жазабыз. Жаңадан келген баланы көрдүм ба? Мыкты экен, э? Анага бир асылды кубатуу оңой эмес. Соны айтам, спорт менен алысатын сыяктуу. Ерсултан, неге төбөлөшүп жүрсүң? Ой. Ол өз бастады ғой. Сабактан соң директорга киресиң. Неге? Менің түк қатысым жоқ. Сөздү көйүтпе, ол да кирет директорга. Отур. Бүгүн Назым келди ма? Жок, келмеди. Ауырып жатырмын деген. Жарайт, түсүнүктү. Позор. Позор ғой. 9-шы сыныптың баласына таяқ жеп не көрінді сендерге? Қарсы ұрыстан мен төбелеспедім. Алдым жапшы. Сен наңды денеңмен қалай таяқ жеп қалдың? Байқамай қалдым қоратын. Бұдан алдын менің ұдарымнан ешкім тұрмайтын деді. Мұнан білмеймін енді. Қоя салшы. Все, сағып кеткен соң бәріміз бірге барамыз. Түсіндіңдер ма? Сөйт кеттік. Жақсы сау болыңдар. Ерсултан, менен бирге директорга жүр. Калгандарыбыз кайтамыз. Не болды? Жаңадан келген окуучунун касына шықпай калдысың ба? Ол өзү отурган ғой мен жаңа. Жаба өзүңдү. Сол сени коргойт деп ойпусуң ба? Ол бала мага унап калып, эртеңден бастап касында отканын көрсем, аягын сындырам. Түсүндүң ба? Бара бер бар. Шынымен де. Мерей, Ерсултан жанынан шықпай калыптыр. Көш, ондай краш бола медине карайт дейсиң ба? Мен же Мерейди де маскаралап, Ерсултанды одан алшактатуумуз керек сыяктуу. Абдурасулду уруп кылатсам оңой эмес экен. Жалгыз гүл дегенimiz аякка киретін тікен болып шықпаса болды.